Can tanı oğlumunun birinci tarafının 3. bölümü. Tuğan atım Ercan İlyası'nın ruhaniyatım Rakeşi Yamadasa, Şiri Şirmat Açı Baktı'dan Soyan Prabhupa'dan yazılan ağılsın tilden kaçakçılık talqılamakşın. Құдай танып анықтамас. Бүгінде әркім әрқалай түсінеді. Бүгінде Құдайды әркім әрқалай түсінеді. Балалар Құдайды көпті көрген ақшағал түрінде елестетсе, ересектер Құдайды көзге көрінбейтін күш ойлап шығарылған ұғым бүкіл адамда жаһан деп те жатады. Тіпті өзіміз Құдаймыз дейтіндер де бар. Осы лекциясында Шила Прабхупада Құдайдың бейманын құпиясырын, Кришна тану ұғымын тосынан егжей-тегжей түсіндіреді. Ханымдар мен джентльмендер, осы Кришна тану қозғалысына қошеметпен атсалысып жүргендеріңізге зор рахмет. 1966 жылы қоғамымыз Нью-Йоркте тіркелгенде Құдай тану қоғамы деп атайықты бақыл қосқан бір танысым Кришнаның аты көпшіліктен қол үзген сектаның аты деп ойлапты. Сөздікте де Кришна хинду Құдайдың аты десе де, шынында егер Құдайды атағымыз келсе, Кришна деп атағанымыз жөн. Шынында Құдайдың арнайы аты жоқ. Аты жоқ дегенімізде біз Құдайдың қанша аты бар екен, ешкімнің де білмейтінін айтып отырмыз. Шексіз Құдайдың аттары да шексіз көп болғандықтан, бір атымен ғана шектелмейміз. Мысалы, Кришнаны кейде Яшода Нандана, Яшода ананың ұлы, Деваки Нандана, Деваки ананың ұлы, Васудева Нандана, Васудеваның ұлы, Нанда Нандана, Нанданың ұлы, Притха, Притха ұлы деп аталатын Арджунаның делбешісі өрен ойнағандықтан Кришнаны Парта Саратхи деп атайды. Өзінің көптеген бакталарымен әрқалай қатынасатын Құдай сол қатынастарына қарай әрқалай аталады. Сансыз көп бакталары мен сансыз көп қатынастарда болатын Құдайдың сансыз көп аттары болғандықтан ешбір атын ерекше атай алмасақ та, Кришна деген аты баршаны сүйсіндіруші дегенді білдіретіндіктен, Құдай тану анықтамасы баршаны сүйсіндіруші болып анықталады. Көптеген суреттерден Кришнаның сиырларды, бұзауларды, құстарды, аңдарды, ағаштарды, өсімдіктерді, тіпті Вриндаванадағы суды да сүйсіндіре еліктіріп әкететінін көрдік. Бақташы балаларды, гопаларды, бақташы қыздарды, гопиларды, Нанда Махараджаны, пандаваларды, бүкіл адамзатты сүйсіндіретіндіктен, егер Құдайды арнайы бір атымен атайтын болсақ, Кришна деп атағанымыз жөн. Барша веде шастыраларын құрастырған Вьясадеваның әкесі әрі ғұлама данышпан Парашарамуни Құдайға мынадай анықтама берген. Айшварясya самаграсya вирасya яшасашрия жнана vairagya chaiva shannam bhaga itingana Vishnu Purana 6.5-47. Парашарамунидің анықтамасы бойынша Құдайдың түптұлғасы Бхагаван 6 түрлі бақ дәулетке, бүкіл байлыққа, бүкіл күшке, бүкіл атақ-даңққа, бүкіл сұлулыққа, бүкіл білімге, және бүкіл тәрк етуге толайым ие. Құдайдың түптұлғасы Бхагаван бүкіл байлықтың меншік иесі. Дүние жүзіндегі байлардың ешбірі де бүкіл байлықтың меншік иесімін, я менен асқан бай жоқ деп мәлімдей алмайды. Алайда осы жер бетінде болған кезінде Кришнаның 16.108 әйелі болған және әрбір әйелінің гауһартастарымен әшекейленген, жеке-жеке салтанатты мәрмәр сарайда тұрған, бөлмелері пілдің сүйегі мен алтыннан жасалған жиһаздармен жабдықталған, байлық дәулетінің асып тасығанын Шримад Бхагаватамнан білеміз. Мұның бәрі Шримад Бхагаватамда айқын суреттелген. 16.000 әйелі, 16.000 сарайы болған ешкімді адамзат тарихынан таппаймыз. Сондай-ақ Кришна бір күні бір әйелін, екінші күні екіншісін алма-кезек ауыстырып отырмаған. Жоқ, Кришна бір уақытта әр сарайдың әрқайсында бірдей болған. Бұл Кришнаның 16.108 бейнелерінің әрқайсына таралғанын білдіреді. Жай адамның қолынан келмейтін мұны Кришна оп-оңай істейді. Егер Құдай шексіз болса, шексіз көп бейнелерге тарала алады. Әйтпесе шексіз сөзінің мәні жоғалар еді. Құдірет шексіз Құдай 16.000 әйелді ғана емес, 16 миллион әйелді де оп-оңай қамтамасыз ете алады. Әйтпесе құдірет шексіз сөзінің мәні жоғалар еді. Баршаны сүйсіндіруші қасиеттер осылар. Шалқып тасыған байдың баршаны сүйсіндіретінін осы фәни әлемдегі тәжірибемізден білеміз.
Мысалы, Америкада Rockefeller мен Ford байлықтарымен баршаны сүйсіндіреді. Тіпті әлемнің бар байлығын иеленбесе де, байлар баршаны сүйсіндіреді. Ендеше, бүкіл байлықтың меншік иесі болып табылатын Құдай қаншалықты сүйсіндіруші десеңіз. Сондай-ақ Кришна шексіз күшке тумысынан ие. Небәрі 3 айлық нәресте Кришна уландырып өлтіруге харакеттенген әжәзді демон әйел Путананы Кришна өз қолымен өлтіреді. Әуел бастан осындай Құдай әлде бір медитацияның я тылсым мистика күшінің көмегімен Құдайға айналмайды. Ондай Құдайлардың қатарына жатпайтын Кришна дүниеге келерден бұрында Құдай болған. Кришнаның атақ даңқы да шексіз. Әрине, Кришнаның бақталары ретінде біз Кришнаны білеміз, мадақтаймыз. Бізден басқа әлемдегі миллиондаған адамдар да Бхагавад-гитаның даңқын біледі. Дүниежүзінің философтары, психологтары, дін танушылары Бхагавад-гитаны оқиды. Біздің Бхагавад-гита қаз-қалпындамыз саф алтындай пәк таза болғандықтан қызыға оқушылар көбеюде. Бхагавад-гитаның көптеген басылымдардың ешқайсысы таза емес. Бұрмаламай қаз-қалпында жазған Бхагавад-гита қаз-қалпындамызды сатып алушылар көбеюде. Бхагавад-гитаның даңқы Кришнаның даңқы. Кришнаның тағы бір дәулеті болып табылатын сұлулығы да шексіз. Кришнада, Кришнаның серіктері де, бәрі де шеттерінен сұлу. Өткен өмірлерінде жақсылық қылғандар осы фәни әлемде жақсы жанұяларда, жақсы елдерде туу мүмкіндігіне иеленеді. Жақсылықтардың нәтижесінде өте бай, сұлу американдардың алға басқан ғылыми біліміне, байлығына, сұлулығына, тағы сол сияқты озық жетістіктеріне бүкіл әлем сүйсінуде. Жаһан ішінде титімде ғана орын алса да, осы бір планетаның ішіндегі бір Америка елінің өзінде де көптеген сүйсінерлік ерекшеліктері толып жатыр. Олай болса, бүкіл ғарыш көрінісін жаратушы Құдайдың шексіз көп сүйсінерлік ерекшеліктерін тіпті көз алдымызға да елестете алмаймыз. Бүкіл сұлулықты жаратушы Құдай қаншалықты сұлу десеңіз, адам сұлулығымен ғана емес, білімімен де сүйсіндіреді. Ғалым я философ білімімен сүйсіндіргенімен, Кришнаның Бхагавад-гитада берген білімінен асқан білім бар ма? Кришнаның біліміне тек тең келер асқақ білім жоқ. Сонымен қатар Кришна толық тәрк етуші вайрагия. Бұл фәни әлемдегінің бәрі Кришнаның ырқымен харекет етсе де, іс жүзінде Кришна мұнда емес. Қожайын араласып ішінде жүрмесе де, үлкен фабриканың жұмысын жалғастыра беретін секілді, Кришнаның энергиялары да көмекшілерінің, девалардың басқаруымен харекет ете береді. Демек Кришнаның өзі бұл фәни әлемнен тысқары тұрады екен. Мұның бәрі Құдайтану шастраларында баяндалған. Сонымен, іс-қарекеттеріне сай Құдайдың көптеген намалары болғанымен, көптеген бақ дәулеттермен баршаны сүйсіндіретіндіктен Кришна деген намасымен аталады. Құдайдың көптеген намаларының бастысы Кришна екен Веда шастралары растайды. Кришнатану қозғалысымыздың мақсаты Құдайдың намасын, даңқын, іс-қарекеттерін, сұлулығы мен махаббатын насихаттау. Осы фәни әлемдегі саналуан нәрсенің бәрі де Кришнаның бойында. Осы фәни әлемнің ең басты ерекшелігі болып саналатын жыныс қатынасы да Кришнаның бойында. Біз табынатын Радха мен Кришна да бір-біріне сүйсінгенімен, фәни сүйсіну мен рухани сүйсіну бірдей емес. Кришнаның жыныс қатынасы шын. Керісінше, бұл фәнидегі жыныс қатынасы шын емес, алдамшы. Бұл фәнидегінің бәрі рухани әлемде бар. Керісінше, мұндағылар құнсыз. Тек рухани әлемнің айнадай шағылуы ғана. Дүкенде киім үлгілерін көрсететін сән мүсін манекендерінің жалған екен білетіндіктен ешкім қызықпайды. Өте сұлу көрінсе де сән мүсін манекен бәрібір жалған. Сұлу әйелді көргенде ерлер сүйсіне қарайды, себебі әйел шын деп ойлайды. Шын мәнінде аталмыш тірі дейтініміз де өлі. Себебі дене тек бір кезек фәни материя ғана. Жан денеден шыққан сәтте әйел аталмыш әдемі дейтін тәніне, әйелдің аталмыш әдемі дейтін тәніне ешкімде қарамайды. Шын сүйсіндіру күші рухани жан. Фәни әлемдегінің бәрі өлі рухани материядан жасалғандықтан жасанды еліктеу ғана.
шын нәрселер рухани әлемде. Бхагават Гитаны оқығандар рухани әлемнің не екенін түсіне алады. Өйткені Бхагават Гитада 8:20 Парастасматту бхаваньо вякта вякта санатана якса сарвешу бутешу нашатсу на винашати. Дегенмен біресі көрініп, біресі жоғалып отыратын бұл фәни әлемнен тыс жатқан басқа мәңгі бақи көрінбейтін табиғат та бар. Бұл жоғарғы табиғат ешқашан жойылмайды. Фәни әлемде бәрі жойылғанда рухани әлем қаз-қалпында қалады деп баяндайды. Фәни әлемнің ұзындығы мен енін есептеп шығаруға тырысып жүрген ғалымдар сол өлшеулердің қалай бастарларын білмей тығырыққа тірелуде. Тіпті ең жақын жұлдызға ұшып бару үшін де мыңдаған жылда қажет болса, онда ғалымдар рухани әлемге қалай жетпек? Егер фәни әлемде де біле алмасақ, онда фәниден тысқары жатқан рухани әлемді қалай білмекпіз? Рухани әлемді білу үшін беделді көздерден білім алу шарт. Бүкіл әлемнің бастау бұлағы болғандықтан Кришна ең беделді дерек көз. Кришнадан асқан данышпан я Кришнадан асқан білімдар ешкім жоқ. Бұл фәни әлемнен тысқары сансыз көп планеталарға толы рухани аспан жайылып жатыр деп хабарлайды Кришна. Бүкіл жаратылыстың 1/4 ғана құрайтын фәни ғарышына қарағанда рухани аспан анағұрлым үлкен. Сол сияқты фәни әлемдегі тірі жандардың саны бүкіл жаратылыстағы тірі жандардың аз ғана бөлігін құрайды. Бүкіл халықтың аз пайызы ғана қамаудағы тұтқындарды құрайтыны тәрізді, түрмеге теңелетін бұл фәни әлемдегі тірі жандарда барша тірі жандардың аз бөлігін ғана құрайды. Құдайға қарсы шыққан қылмыскерлерді осы фәни әлемге қамайды. Кейде үкіметке бағынбаймыз деп қарсыласатын қылмыскерлерді тұтқындап жазалайтыны тәрізді, Құдайға бағынбаймыз деп қарсыласатын тірі жандарды фәни әлемге қамайды. Ұлдары мен әкелерімен туыстық қатынаста болатыны тәрізді, әуелден Құдайдың бөлінбес бөлшектері болып табылатын тірі жандарда Құдаймен туыстық қатынаста. Құдайды жоғарғы әкеміз деп санайтын христиандарда шіркеуге барып, о аспандағы әкеміз деп жалбарынады. Құдай әке түсінігін Бхагават Гитада түсіндіреді. 14.4 Sarvayanуши каунтия муртая самбавантия тасам брама махарионер ахам бижа прадапита. О күнтиыла тіршіліктің барлық түрлері фәни табиғат аясында туады, ал оның ұрық беруші әкесі мен екенімді түсін. Суды мекендеушілерден, өсімдіктерден, құстардан, аңдардан, жәндіктер мен адамдардан тұратын 8.400.000 тіршілік түрлері бар. Адами өмір түрлерінің көпшілігі өркениетсіз, ал аз ғана өркениетті адами өмір түрлерінің бірен-сараны ғана діни өмірге бет бұрады. Көптеген аталмыш діндар сынақтардың көпшілігі өздерін мен хиндумын, мұсылманмын, христианмын деген сияқты сыртқы тәни қабықтарға балайды. Біреулер филантропиялық қайырымдылықпен айналысса, екіншілері кедей-кепшікке қайыр садақа үлестіреді, мектеп ауруханалар ашады. Осы алтруистік қалқысыз қамқорлық кармаканда деп аталады. Миллиондаған осындай кармакандилардың 50-де біреуі ғана білімдар жинани болуы мүмкін. Миллиондаған білімдар жинанилардың 50-де біреуі ғана азат етуі мүмкін. Ал миллиардтаған азат жандардың 50-де біреуі ғана Кришнаны тануы мүмкін. Кришнаның ахуалы осындай. Бхагават Гитада Кришнаның өзі айтқандай 7.3 Манушянам сахасрешу кашятадяти сиддхая ятадаммапи сиддханам кашит мамветти таттватаха. Сан мыңдаған адамдардың 50-де біреуі ғана кемелдікке талпынады, ал кемелдік сатысына жеткендердің 50-де біреуі ғана мені шын таниды. Демек Кришнаны тану өте қиын екен. Құдайды тану қиын болса да, мен анандаймын, мынандаймын, табиғат анандай, рухани табиғат мынандай, тірі жандар анандай, параматма мынандай деп Бхагават Гитада Құдай тану ілімін Құдай өзі түсіндіреді. Осылай Бхагават Гитада барлығы толайым баяндалған. Құдайды тану өте қиын болса да, өз білімін өзі берген Құдайды тану қиын емес. Құдайды тануымызға көмектесетін жалғыз жол осы. Құдай шексіз, керісінше өзіміз шектеулі болғандықтан, Құдайды ойша жоруымыз арқылы тануымыз мүмкін емес. Біліміміз де, түйсіну қабілетіміз де өте шектеулі болғандықтан, шексізді қалай түсіне аламыз? Егер әншейін шексіз Құдайдың өзі ашқан сырын қабыл алсақ, сонда ғана сол Құдайдың сырын түсіне аламыз. Құдайды осылай түсінсек, кемел шыңға шарықтаймыз. Құдай туралы ойша жору білімі ешқайда апармайды. Егер бала әкесінің
Kim ekeni bilgisi gelse en oңайы anasından sұрап білу. Sonda anası әкең мынау деп көрсете салады. Kemel bilim alу жолы осы. Әрине, бәлкім менің әкем мынау шығар, я мынау шығар деп ойшы жора беруге де болар. Я бүкіл шаһарды шарлай жүріп, менің әкем сізсіз бе, менің әкем сізсіз бе деп кім көргеннен сұрастыра беруге де болар. Алайда бұлай іздестіру жолымен алынған білім ешқашан кемел болмайды. Бүйтіп әкемізді ешқашан таппаймыз. Білімді беделден алу, бұл жағдайда анамыздан алу. Білім алудың ең оңай жолы. Анамыз, ұлым, әкең мынау деп көрсете салады. Біліміміз осылай кемелденеді. Бақи білімді осыған ұқсас. Жаңаға айтқан рухани әлемді ойша жоруымызды көмегін түсіне алмаймыз. Тіршілік ететін рухани әлем менің штаб пәтерім дейді Құдай. Осылай білімді ең жоғарғы беделден Кришнадан аламыз. Өзіміз кемел болмасақ та біліміміз кемел. Себебі білімді кемел көзден аламыз. Кришнатану қозғалысы адамзат қоғамына кемел білім беру үшін арналған. Кришнатану білімінің көмегімен өзіміздің кім екенімізді, Құдайдың кім екенін, фәни әлемнің не екенін, бұл дүниеге неге келгенімізді, неліктен осыншама сорымыз қайнап, қайғы-қасірет шегіп, ақыры өліп тынатынымызды бүкіл түсіне аламыз. Әрине, әрқайсымызда өлгіміз келмегенімен бәріміз өлеміз. Ешқайсымызда қартайғымыз келмегенімен бәріміз қартаямыз. Ешқайсымызда ауру сырқаудан күйзелгіміз келмегенімен бәрібір ауырамыз. Адам өмірінің осы нағыз проблемаларын шешу шарт. Өркениетіміз ішіп жеу, ұйықтау, жыныс қатынасына түсумен қорғану мәселелерін жақсартуға ұмтылғанымен, нағыз проблемалар бұлар емес. Адам ұйықтайды, ит ұйықтайды. Әншейін сән-салтанатты үйінде тұруы адамның алға басқанын білдірмейді. Екі жағдайда да тістейтіндері бір іс, ұйықтау. Қорғану үшін адам атом қару-жарақтарын ойлап шығарды. Алайда ит те азу тістерімен, тырнақтарымен қорғанады. Екі жағдайда да екеуі де қорғанады. Атом бомбам бар болғандықтан бүкіл әлемді, бүкіл жаһанды жаулап аламыз дей алмаймыз. Олай болуы мүмкін емес. Қорғану, ұйықтау, ішіп жеу, жыныс қатынасына түсу үшін тамаша тәсілдерді шебер ойлап шығаруы адамның алға басқанын білдірмейді. Адамның бұлай алға басуын тек сыртқы жылтыр жануарлар дейміз. Жануарлардан асқан ештеңе жоқ. Шын алға басу дегеніміз Құдайды тану. Құдайды танымайынша шынымен алға баспаймыз. Көптеген алаяқтар Құдайды жоққа шығарады. Себебі Құдай болмаса күнәлі істерін жалғастыра алады. Құдай жоқ деп ойлау оларға майдай жаққанымен біз жоққа шығарады екен деп Құдай өле салмайды ғой. Құдай бар, Құдайдың билігі де бар. Құдайдың нұсқауымен күн шығады, ай шығады, су ағады. Мұхит ернеуінен асып-тасып толқып жатады. Осылай бәрі де Құдайдың нұсқауымен харекет етеді. Дүниежүзі тәртібін қатаң сақтайтын Құдайды өлі деуіміз дұрыс па? Егер тәртіп сақталмаса, үкімет жоқ дейміз. Керісінше, егер тәртіп сақталса, үкімет жоқ деуіміз дұрыс па? Тек Құдайды білмейтіндіктен Құдай өлі, Құдай жоқ, Құдайдың кейпі жоқ дейді. Керісінше, Құдайдың бар екенін және Кришнаның Құдай екеніне берік сенетіндіктен біз Кришнаға табынамыз. Кришна тану тәсілі осындай. Осыны түсінуге тырысыңыздар. Зор рахмет. Тағы да жалғастырамыз. Рахмет.